Қайырлы күн, құрметті достар. 16 қазан күні Қазақстандағы ең ірі компаниялардың бірі Kigok SPO жасайды. Осыған байланысты біздің оқырмандар арасында жиналып қалған маңызды сұрақтарға жауап берейік деп шештік. Әдеттегідей сұрақтарға Жусан Инвест клиенттерге қамқорлық бөлімінің менеджері Назерке Құрманжан жауап береді. Лайк басып, коммент жазыңыз, ал біз бастаймыз. Kigok қашан IPO-ға шыққан және IPO қалай өтті? Kigok компаниясы 2014 жылдың желтоқсан айында биржаға шыққан болатын. 25,9 мың қарапайым акциясын нарыққа шығарып, бір акциясын 505 теңгеден сатты. Орналастырылған акциялар құны 13,3 миллиард теңге болғанымен, 16,7 миллиард теңге көлемінде, яғни 41,997 акция сатып алуға өтінім келіп түскен. Бұл сұраныс мөлшері 27%-ға көп болғандығын көрсетеді. SPO параметрлері қандай? Kigok SPO аясында 15,294,118 қарапайым акцияларды сатуға шығарады. Бір қарапайым акцияның құны 1482 теңгені құрайды. SPO туралы хабарланған соң 30 күн ішінде акцияларды бірінші сатып алу құқығына қазіргі уақытта 17 және одан да көп акциялары бар инвесторлар ие. 16 қазаннан 2 қарашаға дейінгі аралықта жаңа инвесторлар сатып алынады. Kigok SPO-сына Жусан Инвест арқылы инвестиция жасауға болады. Kigok дивиденд төлейді ме? Kigok Қазақстанда тұрақты дивиденд төлейтін компаниялар қатарына жатады. Мысалы, 2014 жылы акцияларын биржаға шығарғалы бері компания 218 миллиард теңге көлемінде дивиденд төлеген. Дивидендтік стратегия таңдаған инвесторлар үшін Kigok акциялары керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Не үшін Kigokқа ақша салу керек? Инвестициялық тартымдылығы туралы айтсаңыз. Бірінші кезекте жоғарыда атап өткендей, бұл тұрақты дивиденд төлейтін компания. Одан бөлек, Қазақстандағы ең ірі кәсіпорындардың бірі. Қазақстандағы барлық магистральдық желілерге иелік етеді. Онсыз еліміздің электроэнергетика саласы толыққанды жұмыс істей алмайды. Ал активтер құны 987 миллиард теңгеге жетеді. IPO-ға шыққалы бері компания акциялары 3 есе қымбаттады. Сондай-ақ компанияның дивидендтік саясатында таза табыстың 60%-ы акционерлерге төленетін туралы айтылған. SPO-ға қалай қатысуға болады? SPO-ға қатысу үшін ең алдымен брокерлік шотыңыз болу керек. Егер сіздің әлі брокерлік шотыңыз болмаса, Жусан қосымшасы арқылы инвестициялар бөлімінде 5 минутта брокерлік шотты онлайн ашуға болады. Шотты ашқан соң 16 қазаннан бастап SPO-ға қатысу туралы өтінім бере аласыз. Біздің әлеуметтік желілердегі парақшаларымызды бақылап отырсаңыз, SPO жайында толық ақпарат таратамыз.